Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 60-шы сабақ. Бөлім. Әңгіме жазамын. Сабақтың тақырыбы. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжауды, тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрауды үйренесіңдер. Балалар, ең алдымен есімізге түсіріп алайық. Сөйлем дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Сөйлем дегеніміз аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемдер айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді? Тамаша. Сөйлемдер айтылу мақсатына қарай 3-ке бөлінеді. Хабарлы, сұраулы, лепті, сөйлем болып. Сөйлемнің соңында не нүкте, не сұраулық белгі, не леп белгісі қойылады. Тамаша балалар. Ал сөйлемдегі сөздердің байланысын қалай анықтаймыз? Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланысады. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы анықтаймыз. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Алан, мен мына ермек сазды сатып алғым келет. Дана, кез келген затты сатып аларда нұсқаулығын оқу керек. Нұсқаулық дегеніміз не? Нұсқаулық ережелер мен нұсқаулар жиынтығы. Нұсқаулықта бұйымды қалай пайдалану керек, немесе қимылды, әрекетті қалай орындау керек екені жазылады. Мысалы, мына ермек саздың нұсқаулығында бұлай жазылған. Ермек сазды жұмсартамыз. Жұмсарған ермек сазды белгілі бір пішінге келтіреміз. Қарбыз, алма, алмұрттың пішінін жасаймыз. Түсінікті, онда мен осы ермек сазды сатып аламын. Жақсы, тездетейік. Үйге барып досым Қазбекке құттықтау хат жазуым керек. Құттықтау хат дегеніміз не? Құттықтау хат мерейтойларда, туған күнде, маңызды мерекелерді және тағы басқа қуанышты жағдайларда жолданатын хаттың бірі. Құттықтау хатта адамның аты жөні, мәтіні, хатты жолдаушы адамның аты жөні жазылады. Мысалы, Қазбек, туған күніңмен құттықтаймын, саған мықты денсаулық тілеймін, досың Алан. Түсінікті, көп рахмет Алан. Білгенің жөн. Постер берілген ақпаратты қысқаша жеткізудің бір түрі. Постер құрастыру үшін суреттер қолданып, тақырыпқа қатысты сөздер немесе сөйлем жазылады. Оқулықтағы 42-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Қыста барлық адамдар қалың киім киеді. Өйткені ол суықты денеге өткізбейді. Сонымен қатар дененің жылуын сақтайды. Себебі қалың киімнің арасында ауа бар. Ол адамның суығын ішке жібермейді. Балалар, сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Дұрыс айтасыңдар, мәтін қысқы киім туралы. Мәтінге ат қойыңдар. Қыстық киім. Жарайсыңдар. Балалар, мәтіннің қай түрін анықтап көріңдерші. Тамаша балалар. Бұл мәтіннің сипаттау түрі. Себебі ол суықта денеге өткізбейді. Сонымен қатар дененің жылуын сақтайды. Қалың киімнің арасында ауа бар. Яғни ол адамның суығын ішке жібермейді. Тамаша. Балалар, мәтіннің алғашқы 2 сөйлемін көшіріп, сөйлемдегі сөздердің байланысын табамыз. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. 43-ші жаттығу. Мақалды жадқа жаз. Қыстың қамын жаз ойла. Балалар, қыстың қамын жазда ойлау керек. Себебі егіс, алқаптың барлығы жазда пісіп, толып, күзге қарай егініміз жиналып оралады. Сондықтан да бидайымызды да,
көкөніс жемістерімізді дер кезінде жаз бойы өңіп, өсіріп, күздің мезгілінде жинап, оны қамдануға кірісеміз. Аналарымыз болса, бақшадан жеміс-жидектерді жинап, содан түрлі қияр, қызанақты тұздап, оны қыстыққа сақтайды. Сонымен қатар әр түрлі тәтті жемістерден тәтті вареньелер жасап, қыстың күні қолданысқа енеді. Сонымен қатар балалар, қыстың қамын жаз ойлауымыз керек екен. Жазда жасалған еңбектің барлығын біз қыста қолданады екенбіз. Балалар, енді осы сөйлемдегі сөздердің байланысын сызба арқылы көрсетейік. Қыстың қамын жаз ойла. Ненің қамын? Қыстың қамын. Екі сөз бір-бірімен байланысып тұр. Қашан ойла? Жаз ойла. Ненің қамын? Жаздың қамын. Балалар, мінеки, сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсетеміз, дәптерге жазамыз. 44-ші жаттығу. Ребустың шешуіндегі сөз мәтіннің тақырыбы болатындай әңгіме құра. Балалар, суретке қараймыз. Суреттегі сөздерді табамыз. Ойланып болдық па? Балалар, дұрыс айтасыңдар. Туған өлке деген сөз шығады екен, я? Балалар, біздің туған өлкеміз ол Қазақстан. Қазақстан кең, байтақ. Оның таулары, өзен көлдері, сарқырамас бұлақтары, таза ауасы адамның көңілін тербейді. Адам туған жерінде еркін жүріп, шалқып жүреді. Сондықтан да біздің еліміз кең қазыналарға бай. Өз елімізді сүйіп, қорғап, қастерлеуіміз қажет екен. Себебі еліміздің әрбір тасы, жануары бәрімізге қымбат екен. Сондықтан да сендер өздерің әңгіме құрастырып көріңдер. Балалар, келесі 45-ші жаттығу. Жеке сөздерді бөлек, өзара байланысқан сөздерді бір бөлек топтастырып көріңдер. Яғни, бұл жерде өсімдіктер, су, қи, табиғат, нөсер, ақ жаңбыр, суға түкірме, шаңнан тазарады, көбелек, бұта сөздері берілген екен, және сөз тіркестері. Осыны қолданып, біз екі бағанға бөлуіміз қажет, яғни жеке сөздер және өзара байланысқан сөздер деп. Бұл тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі 46-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, керекті сөздер: тауға, зиянды адамға, құстар, қарағай. Ал енді мәтінімізді оқып көрейік. Біздің үй тауға жақын. Тау алыстау. Таудың бетіне ну қарағай өскен. Ағаш арасында неше түрлі құстар болады. Олар зиянды жәндіктерді теріп жейді. Құстарға тимеу керек. Құстар адамға пайдалы. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Қазақ тілі сабағы аяқталды. Сау болыңдар.